Бәріне сәлем достар. Мен ана жолы углевод туралы түсірген видеода углевод деп айтып, бірақ ең бастысы углеводты қандай тамақтардан аламыз, соны айтпаппын. Комментарийларда соны сұрап жатыр адамдар, қайда болады деп. Ең осы видеода сол углеводты қайдан аламыз. Углевод, ана бірінші видеода айттым ғой, медленный, быстрый болып бөлінеді. Онда полностью түсіндіріп өткім, кім көрді, олар уже білет. Асқазанда ол қалап, неге медленный, неге быстрый деп аталатын. Сол быстрый мен медленный углевод. Медленныйға, например, жатады, ең бірінші медленнен бастайық. Ол крупы, жаңағы связка дедік қой, углеводтардың, моносахаридтардың связкалары көп болған сайын медленный, да? Олар крупылар. Рис, овсянка, гречка, сондай крупылар. Тағы да крупылардың түрлері бар ғой. Бірақ оның ең основнойлары осы үшеуі ғой. Рис, гречка, овсянка. Тағы чечевица деп тағы кете береді. Солар. Сосын быстрый углеводтар. Любой тәтті нәрсе ол быстрый углевод болып саналады. Қант қосылған нәрсенің бәрі. Қандай нәрсе болмасын. Печенье, тәтті напитіктер, тағы не бар, қант қосылған, торттар, кондитерский всякие изделиялар, кәмпит. Қант қосылған, ішінде қанты бар нәрсенің бәрі быстрый углевод. Сосын жаңағы фруктылар жатады быстрый углеводқа. Арбуз қазір жейтін, тағы да фруктозасы бар нәрселер. Виноград, изюм, финик. Соның бәрі быстрый углеводтарға жатады. Медленный углевод. Конечно, углеводты алу үшін негізінде көбінесе жаңағы медленный углеводтарға көп мән беру керек. Солардан алу керек. Тәттіден емес. Жаңағы крупылардан, ристардан, овсянка, гречка, солар нәрселерін алу керек. Ал быстрый углеводтар, жаңағы қанты бар нәрселер, жаңағы фруктлардың бәрі быстрый углевод болып саналады. Фруктлардың бәрі быстрый углевод. Көбінесе көп жерде айтады ғой, фруктын кешке жеуге болмайды деп, содан шыққан. Олар что быстрый углевод тоже қант сияқты болып саналады. Енді ана видеоны көрген бірінші видеоны болсаңыздар, онда түсінесіздер, что организмге бәрібір ол мына быстрый углевод болды ма, жаңағы қанттан, әлде медленный углевод болды ма, жаңағы ристан, гречкадан сіз алып отырсыз ба. Оған бәрібір картошка еще бар углеводы. Бірақ картошкада крахмал бар деп көбі қорқады. Бірақ негізі жаңағы углевод, гречка болсын, овсянка болсын, рис болсын. Бәрінің основной составляющий ол крахмал. Бәрінде чуть-чуть картошкада кішкене көптеу, но негізі крахмал ол углеводтың бір түрі. Жаңағы фруктоза деп отырмыз ғой. Крахмал углеводтың бір түрі. Основной углеводтың основной немесі, базасы ол крахмал. Сондықтан крахмалдан да көп қорқа беруге болмайды. Картошкада крахмал бар деп. Жаңағы немеге келейін де айтайын деп отырмын. Быстрый углевод и медленный углевод. Енді екеуі ана видеода айттым ғой. Кім көрген жоқ, кстати, сол видеоны көріңіздер, потом мына видеоны жақсы түсінесіздер. Екеуі, например, бәрібір глюкоза болып баратқанға, в любом случае глюкоза болып кіреді. Рис болсын, қант болсын, бәрі глюкоза болып миға жетеді, қанға жетеді. Қанда өзі глюкоза болып жүреді бәрі. Сондықтан бәрібір организмге неме жесеңіз де. Только неге бәрі енді қант жеуге болмайды дейді, жаңағы тәтті нәрсе жеуге болмайды дейді. Если ол да глюкоза болса ғана сияқты, организмге бәрібір болса. Өйткені ол қант деген ол только углевод қана. Чисто қант қосқан нәрсе. Ол мен өзім айтам, пустой калория деймін оны. Пустой калория. Одан организм, например, басқандай жаңағы углеводтан басқа, глюкозадан басқа, одан ешқандай керекті организмге микроэлементтерді ала алмайды. Ешқандай құнды нәрселер құрамында жоқ, жаңағы углеводтан басқа. Углеводты басқа бәр нәрседен ала аламыз. Қантта өзі углевод қана. Ал, например, қантты біз жесек,
организмге қант түседі, организмде углевод көп, организм содан кейін сізден такой мозгте бәрі, миының бәрі насыщение болып жүреді. Углевод көп, как будто сіздің тойып жүресіз тамаққа. Тойып жүргенде қарныңыз ашқан неме көп болмайды, өйткені организмде углевод көп, жаңа глюкоза көп, энергия жетіп тұр. Қарын ашу, ондай тамақты көп жегің келіп, ондай состояние болмайды адамда. Бірақ в то же время қантпен көп тамақтанатын адамдар соған алданып, қанттың глюкозасын, углеводын алданып, оның басқа витаминдер, минералдар, микроэлементтерден айырылады. Сонда клетка вроде бы энергия жетіп тұр, бірақ микроэлементтерді ала алмайды, клетка голодает. Клетка голодайды басқа микроэлементтерден, аминокислоттардан, витаминдер жетіспей, минералдар жетіспей, клетка голодает. А бізде телостроение үшін оның бәрі өте керек нәрсе. Углевод қана емес. Сондықтан қант пустой калория. Құр калория алдыңыз, сіз 2000 калория алдыңыз, например, қанттан чисто, Енді мына жақтан 2000 калорияны жаңа ристі, овсянка, гречка, жаңа неме деп отырмын, мен неге мед жеймін постоянно. Мед, ол да быстрый углевод болып саналады, бірақ оның құрамында витаминдер, минералдар бәрі көп. Ол уже пустой калория емес. Ода да қант сияқты, тура қант сияқты углеводқа оның тура қант сияқты немесі болады, реакциясы болады организмде. Инсулин также выбрасывается. Сол қантқа инсулин туралы потом айта жатармын. Қазір сол углевод туралы. Углевод жегенде инсулин выброс болады. Қант жесең көп выброс болады. И медқа тоже самый выброс. Бірақ медтан, например, 2000 калория алдың, қанттан 2000 калория алдың. Екеуінің разницасы өте көп. Өйткені медтан сіз белок жоқ, углевод, витаминдер, минералдар бәрін аласыз. Клеткалар не голодает уже. Жаңағы немеден алған кез. Финиктан мен тәттінің орнына, сол үшін мед, финикті ауыстырып отырамын, например. Мед пен финик, изюм, соларды қолданып отырмын. Олардың ішінде минералдар, витаминдер бәрі бар. Организм не только там 2000 калория алдың, например, қанттан ешқандай минерал түскен жоқ сізге, витамин түскен жоқ. А мына жақта медтан алсаң, медпен алыңыздар деп айтып отырған жоқ, мен например айтып отырмын. Негізінде медті кішкене азырақ, но тәттінің орнына тәтті жеген кезде жеуге болады қанттан қарағанда. Ал основной все-таки углеводты, медленный углеводтардан алу керек, жаңағы крупы, рис, овсянка, солардан алу керек, основной углеводтарды акцент қоясыз. Все, осы разница осы, быстрый, медленный. Быстрыйдың разницасын ана жолы ана видеода айттым. Просто неге қантқа көп запрет? Өйткені ол пустой калория и инсулин көтереді. Ал медленный углеводтар инсулинді аз көтереді. Сосын одан көп сіз витаминдер, тағы да үстінен пустой калория алмайсыз, құр калорияны ғана алып қойып, энергия бар, минерал, витаминдер жоқ болып жүрмейсіз. Одан көп пользасы көп. Минерал, витамин, мышцаларға, мозгқа бәріне керек нәрсенің бәрін аласыз. Енді осыны түсіндіңіздер ғой, қандай продуктілерден алу керек екенін, бір где-то 70-80% жаңа крупылар болу керек, медленный углеводтар болу керек. Рис, овсянка, гречка, тағы есіме түспей тұр, қандай крупылар бар екен, солардан аласыз. Ал қалған бір 20% болу мүмкін, енді 30%. Егер сіз тәтті, әпте олда не обязательно, но тәтті жегіңіз келсе, тәттіге былай тартып отса, больше мед, и жаңағы изюм, и финик, солардан аласыз тәттіні. И не только там глюкоза аласыз, олардан тоже самый қанттағы сияқты глюкоза аласыз. Хотя медта фруктоза көп, чем глюкоза. Но фруктоза, ана жоғы видеода айтқандай, печенде превращается и айланып қанға глюкоза болып түседі. Сонда бәрібір глюкозаны аласыз, сол керек глюкозаны, миға керекті. Көп адамда айтады сон.
көп адамдар айтады сол тәтті жемесең миы не подпитывается, тәтті керек обязательно деп. Көп естимін, часто естимін, инстаграмда жазады. Но ол енді білмейтін адамдарға глюкозаны қантта ғана бар деп ойлайды. Он не обязательно қант. Жаңа медленный углевод жасаңыз, ол да қанда постоянно болады. Медленный углеводтар медленно переваривается, но в любом случае қанда постоянная концентрация углеводов будет держаться, и мозг не будет голодать. Все, келесі видеода кездескенше, келесі видеоны әлі қандай болатынын шешкен жоқпын, но комментарийлардан оқып, соған қарай ыңғайланып видео түсіремін. Мүмкін белок туралы болатын шығар.